Мен сынып жетекшімін байқауым. Бастауыш сынып мұғалімі Сүйімбаева Шолпан Капаровна 27 қазан 1987 жылы дүниеге келген. Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы, Мейбұлақ ауылының нөмірі 18-ші жалпы білім беретін мектебі коммуналды мемлекеттік мекемесінде бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Білімім жоғары. Бітірген оқу орны Болашақ университеті. 23 маусым 2023 жылы диплом алдым. Мамандығым бастауыш сынып мұғалімі. Еңбек өтілім 17 жыл. Санатым педагог сарапшы 2022 жылы алдым. Қазіргі таңда 3-ші сынып оқушыларымен жұмыс жасаймын. Сынып жетекші болу ұстаз үшін өте жауапкершілігі жоғары жұмыс. Алайда маған өз жұмысым ұнайды. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дегендей білім беріп, шәкірттерімді тәрбиелеуге ешқашан жалықпаймын. Мақсатым оқушылардың санасына білім дәнін сеуіп қана қоймай, олардың жүрегіне білімге деген сүйіспеншіліктерін ұялату. Өмірлік ұстанымым. Білім өмірлік құндылық. Оқушыларға тек пәндік білім беріп қана қоймай, өмір бойы үйренуге шабыттандырамын. Әрбір алған жүлде тек жеке жетістік емес, шәкірттеріне үлгі болатын үлкен табыс жемісі ғана емес, шәкіртінің табысы мен биігі арқылы өлшенетін ұлы құндылық. Өз білімін шыңдаған ұстаз шәкіртінде шыңға жетелейді. Оқушысы биікке көтерілсе, мұғалімнің жүрегі шаттанады, ізденісі нәтижесін береді. Шәкіртінің әрбір жетістігі ұстаз еңбегінің айнасы, оның маңдай терінің, жүрек жылуының көрінісі. Сынып жетекші шәкірттің екінші ата-анасы, жан дүниесіне жарық сыйлар жолбасшысы, және сынып жетекшінің еңбегі, жүректерге мейірім, саналарға білім ұялатып, тұлға қалыптастыру.